Сәлем, мен сендерге жылқының пайдасы туралы айтып беремін. Жылқы қазақ халқы үшін өте қадірлі жануар. Кеттік кәне, тұлпарым. Салы! Ертеде адамдар жылқыны көлік ретінде пайдаланған. Биені сауып, оның сүтінен қымыз жасайды. Қымыз қазақтың өте пайдалы ұлттық сусыны. Жылқы сүтінен қымыз дайындалады. Қымыз денсаулыққа өте пайдалы. Менің анам жылқы етінен дәмді тағам дайындап жатыр. Иісі де керемет. Анамның тамағы ең дәмді. Жылқы еті өте дәмді тағам. Сен жеп көріп пе едің, досым? Қандай дәмді еді. Мына тағамдарды қараңыздар. Қандай балғын. Бұл қыз қуу ойыны. Бұл ойын өте қызықты ұлттық дәстүр. Қуып жетсеңші. Әже, қараңыз, көкпар жарысы басталды. Уа, сол батыр ұстап алды. Келмейді. Аламас. Бұл бәйге жарысы. Я, жылқылар ғана қандай жылдам. Дұрыс, бәйге осындай. Көкпар тарту мен теңге ілу қазақтың өте қызықты ұлттық ат спорт ойындары. Жарқылда! Халқымыз бұл ойындарды ерекше жақсы көріп, қызығып тамашалайды. Шап, қарақым! Жылқы қазақ халқы үшін ең қадірлі жануарлардың бірі. Жылқы адамның сенімді досы, әрі ұшарға қанаты. Балбөбек арнамызға тіркеліп, лайк басыңыз, досым.